Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші сынып ана тілі. 55-ші сабақ. Сөз және оның мағынасы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы, балалар. Бірінші жаттығу. Тақырыбы бойынша өлең мазмұнын болжа. Өлеңді тыңда. Әр сөзде дыбыс орны бар. Әріптер кетті шашылып, шашылды үйме жүйме боп. Тәртіп жоқ, рет жүйе жоқ. М жатыр у қасында, му деген сөз жоқ расында. Ж отыр оның солында, мәнісі жоқ-ау оның да. О мен Т қатар дөп келіп, оқылды маздап от болып. Әр сөзде дыбыс орны бар, орайын тауып орнығар. Бұл өлең жолдары балалар Мұзафар Әлімбаев деген жазушы кісінің өлең жинақтарынан алынған үзінді болатын. Үйме жүйме балалар бұл сөзде бұл өлең жолдарына кездесті. Бір жерге топтану дегенді білдіретін сөз екен. Сөз неден құралады? Мағынасы болмаса сөз бола ала ма? Осы сұраққа ойланып жауап беріп көріңдерші. Балалар, сөз дыбыстардан құралады. Сөз белгілі бір мағынаны білдіреді. Екінші жаттығу. Сөздерді бір бөлек, сөйлемдерді бір бөлек топтастырып жаз. Қане? Ерлан мен Айдос достар. Ерлан, Айдос, мен, достар. Бұлар не болады, балалар? Қане, бұл екеуінің айырмашылығы неде деп ойлайсыңдар? Қараңдаршы, Ерлан мен Айдос достар. Сөйлем аяқталғаннан соң қандай тыныс белгі қойылған? Нүкте. Балалар, бұл сөйлем болып саналады. Тек қана міне Ерлан деп тұрмыз. Бұл сөз. Және оның мағынасы бар. Ерлан деген кісі аты. Дұрыс па, балалар? Дәл осылай. Ары қарай реттеп екіге бөліп топтастырып жазып көр. Үшінші жаттығу. Берілген буындардан сөз құрап айт. Балалар, бұл жерде сөздер құрау үшін әртүрлі буындар берілген. Қане, дос дегенге дос тық. Жарайсыңдар. Ары қарай ойланайық. Қане, білім. Жарайсыңдар. Сендер де осылай дұрыс тапты деген ойдамын. Кітап. Жарайсыңдар, балалар. Жетпіс алтыншы беттегі бірінші жаттығу, екінші жаттығу жаз, сөздерге сұрақ қой және түсіне сәйкес боя. Балалар, бірінші сұрақ. Әрбір сөздерге кім немесе не деген сұрақ қойылады. Оны біз білеміз, иә? Қане, кім деген сұраққа жауап беретін сөздерді тауып көрейікші. Кім деген сұраққа жауап беретін сөздер қандай сөздер еді? Жаны бар сөздер, иә, балалар? Қане, олай болса, Айнұр. Кім? Айнұр. Келесі. Не деген сұраққа жауап беретін сөздерді табайықшы. Жиһаз. Жарайсыңдар, балалар.
Балалар, бізде жиһаздың жаны бар ма? Жоқ. Яғни, не деген сұраққа жауап беретін сөздерге жаны жоқ сөздер болады екен, иә, сәйкес келеді екен. Бұларды біз алдағы уақытта тереңірек түсінетін боламыз. Келесі сөз кім дегенге? Самат. Қандай сұрақ қоямыз? Кім деген сұрақ қоямыз? Өте тамаша. Пияз. Кім? Пияз дейміз бе, әлде не пияз дейміз бе? Не? Пияз. Жарайсыңдар. Ою. Не деген сұрақ қойылады? Гүлнұр. Бұл кісі аты, иә? Кім деген сұрақ қойылады? Самат. Кім деген сұрақ қойылады? Гүл. Не деген сұрақ қоямыз? Өте тамаша. Балалар, сендер де бүгінгі сабақты жақсы түсінді деген ойдамын. Осымен бүгінгі тапсырмамыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.